оқиға Ғайса пайғамбардың өмір сүрген заманында болыпты. Ғайсаның ілімі жұрт арасына тез жайылады, өйткені Құдайдың ілімі өте түсінікті әрі қарапайым еді. Ал ібілістің көңілін мұң басты. Ақиқат ілімді тоқтатпаса, ел азғыруға көнбей, айдауға жүрмей, әулиелік сипатқа ие боларын анық біледі. Сексеуілді сексеуілмен ұрып қана сындырасын. Сол сияқты ақиқат дінге кері тартпа дінді қарсы қойды. Фарисилердің жүрегіне үрей салды. Ғайсаның ілімі келсе, абырой атақтан айырғасындар, деп қорқытты. Ғайсаны мұқатып мәжбүрлеуге көндірді. Пайғамбардың шәкірттерін безарық қазғырды. Ғайса көпшілік алдында қара бет болып жазаға тартығып жаны қиналса, Құдайдан бас тартпағанда қайда барады, деп ойлады. Міне, сонда ғана ілімнің де күлі көкке ұшады. Өз ойына масаттанған ібіліс рақаттана күліп, барлығын ойдағыдай істеді. Ғайса пайғамбар айқыш-ағашқа шегеленгенде жаны қалмай шаттанды. Шәкірттері ұстазын тастап қашқанда қуанып қол соқты. Пайғамбар: «Уә Тәңірім, сен қайдасың?» деп жалынышты үн қатқанда секіріп билей жөнелді. Енді сәл қиналса, шыбын жаны көзіне көрініп, Құдайға қарғыс айтады, ілімнен бас тартады, деп сенді. Қалың темір бұғау әзірледі. Оның бір ұшын Ғайсаға, бір ұшын өзінің аяғына байлады. Ғайса имансыз кетсе, жанын жаһаннамға сүйреймін, сол кезде бұғау үзілмейтін болсын, деп әбден тартқылап сынап көрді. Бұғаулардың мықтылығына көзі жеткенде еріксіз шаттанды. Кенет күтпеген жай болды. Пайғамбар соңғы әлін жинап: «Уа жасаған ием, пайғамбарлық құрметіме жалғыз дұғамды қабыл ететін болсан, өзіңнің рақым сипатыңмен мына бейбақ жандардың күнәсін кеш. Олар кімнің жетегінде жүргенін білмейді», деп дұға жасады. Дұғаның оты ібілістің жон арқасын тіліп өтті. Бар қиялы күлге айналып шыға келді. «Уа Құдайым, басқа түскен сынағына ризамын», деп пайғамбар жан тапсырды. Көктен періштелер түсіп, Ғайсаны қоршап, денесін арулай бастады. Салы суға кеткен ібіліс орнынан қозғалмақшы еді, аяғына байланған бұғау тапжылтпады. Бар күшімен тартса да сыр бермеді. Өзі қазған орға өзі түсті. Әлгінде ғана бұғаудың бір ұшын өз аяғына байлаған сәті есіне оралды. Ғайса ібілісті сүйреп тозақтың қақпасына келді. Тамұқтың есіктерін ашып, барша күнәһарларды босатып алды. Тозақтың қалың қабырғаларына сына түсіп, қақ айырылды. Ғайсаның көзінен тамған бір тамшы жас тозақтың отын өшірді. Сон бұғаумен өзін-өзі тұсаулаған ібіліс жаһаннамның шұңқырына құлады. Өзінен тараған сайтандар Ғайсаны тастап қашқан шәкірттері сияқты мұнан да безіп, бас сауғалап кетті. Арада мыңдаған жыл өтті. Ібіліс қап-қара түнекте өлі тыныштықта жата берді. Оның махшар алаңын күтуден басқа амалы қалмағандай. Ойына ештеңе алмады, ешқандай жоспар құрмады. Адам атаның ұрпағынан мәңгіге жеңілгендей күй кешті. Бір күні құлағына тәтті бір үн келді. Елең етіп тосып еді, адамдардың керілдесіп, өштесіп, айқайлаған үні естілді. Артынша өкінген, жылаған дауыс жетті. Ібіліс басын селкетіп көтеріп, құлағын соза түсті. Расымен де күнәһарлар пайда болыпты. Бір кезде көз алдына лап етіп, тозақтың оты жанды. Тамұқтың қайта қалпына келгеніне сене алмады. Антарылып отырғанда қол аяғына салынған бұғаулар өздігінен шешіле бастады. Кісеннен босаған қолдарын жазып, кеудесін көтеріп, қанаттарын қағып көрді. Барлығы қалпына келген сияқты. Орнынан тұрып керілді де бар даусымен ысқырып қалды. Сол-ақ екен, жанынан қарғалар секілді топталып сайтандар пайда болды. Олардың бәрі қаздай болып семіріп алыпты. Атасы ібілісті қоршап, қол қусырып тұра қалды. Теке сақалды біреу ібілістің дәл алдына келіп отырды. Қызыл-жасыл отты көздерін олай-бұлай ойнақтатып, ұзын құйрығын шолтаңдатып,
еріксіз ыржиды. «Бұл не шуы?» деді Біліс жоғарғы жақты саусағымен нұсқап. «Онда не болып жатыр?» «Бұрын не болса сол», деді теке сақал ыржиған қалпы. «Немене, күнәһарлар пайда болған ба?» «Көп». Сонда әлгі жер бетінде жайылған ақиқат ілім қайда?» деп сұрады Біліс. Сайтанның риза кейіппен тісін ақситқаны соншалық аузынан айыр-құйрық тілі мен сояудай тістері көрінді. Өзге сайтандарды әр жерден қиқылдап-шиқылдаған дауыстары естіліп жатты. Ол ілімнің ақиқат екеніне біз ғой иланатын, ал адамдар иланбайды», деді сайтан сақалын тарамдап. «Бірақ ол ілім адамзатты құтқарып еді ғой». «Мен оны қайта жасадым», деді сайтан құйрығымен еденді сипалап. «Нені қайта жасадың?» деді Біліс сүзіліп. «Ілімді. Адамдар ақиқатты емес, керісінше менің жасап берген жалған ілімімді дін қылды. Тіпті оған өздері атау берді. Сен оны қалай жалғыз жасап жүрсің?» деді Біліс қызғанышы ойнап. «Ол өзінен өзі жасалды. Мен тек көмектескем». «Әлгі сұмдық оқиға есіңізде ғой. Тозақтың қабырғасы қирап, оты өшіп, күнәһарлар азаттық алды. Ұлы әміршіміз мәңгілікке бұғауланып, жаһаннамның зынданына қамалды. Біз сан тарапқа қашып, кірерге тесік таппадық. Барар жер, басар тауымыз қалмады. Жерге қонайын десем, адамдардан нұр шашырап, сәулесі қанатымды күйдіре бастады. Адамзаттан Құдайдың нұры есіп тұрды. Бір-бірімен ұрыспайды, қырылыспайды, ренжіспейді, тату-тәтті, бақытты ғұмыр кешті. Тіпті әйелдердің сұлулығына да алданбайды. Үйленсе де тек ұрпақ жалғастыру үшін ғана тұрмыс құрады. Басқа елдерге көз салмақ түгілі, оларды туған қарындасындай сыйлайды. Байлық, мансап, атақ дегенді аузына алмады. Таразы басында жамандықтан жақсылықтың салмағы басым тұрды. Ақиқат ілім адамнан бір ел ажырамады. Жұрт құлшылығын қаза қылмады. Сірә қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған заман дерсін. Менің ішім қыз-қыз қайнап, дәуреніміздің келмеске кеткеніне көнбеске амалым қалмады. Аспанда қанатым талып, енді құрыдым-ау дегенімде бір қызық оқиғаның үстінен түстім. Бұл маған зәредей үміт берді. Бір үйдің жанында екі адам сөйлесіп отыр екен. Олардың біреуі біздің барлығымыз сүндеттелуіміз керек деп еді, екіншісі ақиқаттың таны атты, сайтандар жоғалды, енді сүндеттелудің де қажеті шамалы деді. Сосын екеуі құрбандыққа шалынған етті жеуге бола ма, әлде болмай ма деген сұраққа жауап іздеді. Менің де іздегенім осы емес пе? Іздегенге сұраған. Әңгімесінің отын қыздырайын деп орталарына кіріп бардым. Ақиқатты іздеген дұрыс. Ақиқат ол Құдайға жеткізетін бірден бір жол. Ал ақиқатты іздеу пікір алмасудан, өз ойларын ортаға салып, оны қорғаудан туады, дедім. Сол-ақ екен. Адамдар менің айтқаныма сеніп қалды. Өз ақиқатын қорғаймын деп сөз таластыра бастады. Әсерлі ақиқат ғайыпқа сенуден басталды. Ал ақиқатты дәлелдеу иманнан ажырататын бірден бір жол еді. Ал мен олардың имандарын жайлап сыпыра бердім. Тақуалықтың зынданында жатқан нәпсі досымды босата бастадым. Нәпсі есін жиған соң сөзге тоқтамас арсыз мінезді дауға салды. Пікір талас ушықты. Екі дос заматта дұшпанға айналып, бірін-бірі жек көрді. Жеңілген жақ жатқа айналып, кешегі досын өлімге қиды. Олардың нәпсісі бетіне шыққаны соншалық, бірін-бірінен озу үшін неден болса да тайсалмады. Сұранысына сай, мен оларға тылсым құбылыстарды қолдан құрастыра бастадым. Менің арқамда кейбір адамдар ғайсаның рухымен сырласса, енді бірі жаратқанмен тілдесіп әулие атанды. Енді олардың сөзі бұрынғысынан өтімдірек шықты. Құдайдың қалаулы, таңдаулы құлы деген атақ даңқты еленді. Тіпті кейбір ұятсыздары менің көмегімсіз неше түрлі, тіпті мен естіп көрмеген тылсымдарды ойдан шығарып, Құдайдың атымен ант етіп жатты. Мен бұған қуанбасам, реш
ренжігенім жоқ. Бірақ күндердің бір күні әлгі тылсым иелерінің өтірігі ашылып, масқарасы шыға ма деп әбден уайымдадым. Содан әрі ойланып, бері ойланып, Құдайдың таңдаулы құлдарына арнап, Құдайдың үйін ойлап табуға тура келді. Сөйтіп өмірге шіркеу келді. Енді менің жұмысымды солар жүргізе бастады. Тозақтың қайта қалпына келетініне көзім анық жетіп, еркін тыныс ала бастадым. Шіркеу? Ол не нәрсе тағы? Деп сұрады Ібліс. Шіркеу ме? Әлгінде айтқандай жалған діндердің өтірігін жасыратын жер ғой. Мысалы, кейбіреулер сөзіне ешкімді сендіре алмағансын, бұл менің сөзім емес, Құдайдың сөзі, деп барлығын Құдайға жаба салады. Яки жалған діндердің пенделік іс-әрекетін жасыратын жер. Ал шіркеуде жұмыс істейтіндер өздерін Құдайдың қызметкерлері санайды. Киелі, қасиетті адамдарға айналып шыға келеді. Ең сорақысы, өз өтірігіне өзі сеніп, ешқашан қателеспейміз деп ойлайды. Тіпті қандай да бір ақымақ сөз айтылса да оның сөзін дұрыс деп халықты сендіруге тырысты. Ұстазы тікелей Құдай екеніне және ақиқат ілімін түсіндіру үшін өмірге келгенбіз деп сенеді. Сондай ауыр борышты оп-оңай арқалап алғаны сонша шіркеуден Құдайды ғана емес, бізді де қосып қуып шықты. Ең ақыр аяғы біз жасап берген ілімнің заңды мұрагеріне айналып шыға келді. Қалайша шіркеу біздің міндетімізді иеленіп алды, деді Ібліс. Оның жайы былай: шіркеу ілімнің заңды мұрагері саналғансын, Құдайдың кітабын тәпсірлеп түсіндіре бастады. Ал ақиқатқа сусыған халық, олар не айтса да жөн, айтқанына көн, деп әр сөзін мақұлдай берді. Халықтың Құдайсыз өмір сүре алмасын сезген шіркеу басшылары олардың еркіндігі мен тағдырларына қол сұқты. Билеп төстеді. Билікке, мансапқа деген ашкөздік енді өз араларында қызғаныш туғызды. Шіркеу бақталас пен өшпенділіктің ордасына айналды. Өздеріне бағынбаған, мойындамаған момындарды қуғындап, кейде қатал өлім жазасына да кесіп отырды. Осылайша Құдайдың ақиқат ілімін игілік үшін емес, өздерінің қара бастары үшін тәпсірлеп, біздің жұмысымызды жеңілдете бастады. Қызық екен. Бірақ ілім шіркеу түсіндіретіндей қиын емес еді ғой. Ап-анық жазылған, деді Ібліс. Өзінің қызметшісінің айласы асып кеткеніне әлі де шүкейіп, мысалы, өзіне не тілесен, басқаға да соны тіле. Өте қарапайым. Мұның қай жерін тәпсірлейді? Шіркеудің өз ожданына құлақ қойса, Құдайдың сөзін анық еститін еді. Бірақ олар мені тыңдап адасып жүр ғой, деді теке сақал сайтан. Баяғыда бір қайырымды сиқыршы адамды жауыз сиқыршыдан қорғау үшін оны бидайдың дәніне айналдырып жібереді. Ал адамды құртпақ болған жауыз сиқыршы тауыққа айналып бидайды шетінен жей бастайды. Осы кезде қайырымды сиқыршы адамға жаны ашып, бидайының санын азайған сайын көбейте береді. Жауыз сиқыршы адам жасырылған дәнді таба алмай, бүкіл бидайды тауса алмай, шарасы құрыған екен. Сол сияқты шіркеуде менің кеңесіммен қарапайым тәмсілді тәпсірлеймін деп 49 түрлі кітап жазып тастады. Ал ол кітаптарын көрсеңіз, Құдай мен қасиетті рух туралы былжырақ сөздер, кітаптарынан қара халықты былай қойғанда, сайтан екеш менің өзім адасып кетемін. Ал ақиқатты іздеушілер, адасқандар, кәпірлер деп отқа жағып, өлтіретін дәстүрді жасап алды. Бірақ соңғы кезде бұл дәстүрі де ескіріп қуатын жоғалта бастады. Дегенмен ақиқатқа ғашық Мәжнүнді қуғындап, ғайбаттауын тоқтатар емес. Бір күлерлігі, олар менің есегім екеніммен шаруасы жоқ, өздерін періштедей пәкпіз деп есептейді. Жалғасы бар.